Сәлем достар, бүгін сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен өте тойымды, дәмді бауыр котлетін істейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көкөністерімізді жуып тазалап, оны үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Сиыр бауырын да үлкен бөліктерге бөліп, ет тартқышқа дайындап аламыз. Дайын болған бауырды ет тартқыштан өткізіп, барлығын өткіземіз, және бауырдан кейін көкөністерімізді өткіземіз. Бізде көкөністен пияз, сәбіз, картоп және чеснок. Осыларды да бірінен соң бірін өткізіп, дайындап алатын боламыз. Біздегі көкөністердің барлығы өтті. Енді жақсылап араластырып аламыз. Бізде дәмдеуіштерден тұз, ұнтақталған зерия, қара бұрыш, қызыл бұрыш. Келесі кезекте 2 жұмыртқа, 100 грамм сүт құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді 100 граммдай ұн салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздегі массаны мұқият жақсылап араластыру қажет, ешқандай жерде түйіршік қалып кетпеу керек. Біздегі масса дайын болды. Енді қызып тұрған майда 1 ас қасықтан сұйықтығымызды жаңа массамызды құйып шығамыз. Бізде котлеттер көтеріліп, беті пісе бастайды. Сол кезде келесі бетін аударып пісіріп аламыз. Бізде котлеттер дайын. Котлет өте жұмсақ, тойымды, дәмді болады және күнделікті асқа таптырмас тағамдардың бірі. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.